Жұдырығыңыз сіз жайлы көп нәрсені айтып береді. Қолыңызды қалай жұмғаныңыз сіздің қандай психологиялық типке жататыныңызды анықтайды. Тест жасамас бұрын қолыңызды жұмып, жауабын біліңіз. Бірінші нұсқа. Бұл адамдар қарапайым, бірақ көбінесе тапқыр. Олар жан-жақты дамыған, білімді. Олар бір нәрсемен ғана шектелмейді. Білім алып, әлемді танығанды ұнатады. Олар күш-қуатқа толы идея генераторы. Тұлғаның кері жағы. Көпшіліктің алдында шыққан кезде ғана олардың қандай екендігі білінеді. Көбінесе бұл адамдар тұйық болып келеді. Екінші нұсқа. Бұл адамдар өзін-өзі қалыптастырады. Кей кезде түнеріп жүретін адам секілді көрінгенмен, ішкі жан дүниесі нәзік, тез ренжіп қалады. Олар мықты интуицияға ие, бірақ ол техникалық сипатта ғана. Олар практикалық ойлауға бейім болғандықтан миы үнемі салыстыру жүргізіп жақсысын іздейді. Тұлғаның кері жағы олар адамды тануда қателеседі. Көбіне адамдар оларды дұрыс бағаламайтындай болып көрінеді. Үшінші нұсқа. Бұл адамдар реалист. Олар өз-өзіне мығым, ұқыпты. Бұл адамдар шығармашылық қабілетке ие. Соның арқасында өмірден не алғысы келетіндігін біледі. Достары көмек берсе, тау қопара алады. Адал, сенімді, салмақты. Тұлғаның кері жағы мақсатқа жеткеннен соң аспаннан жерге түсе білуді ұмытпау керек. Төртінші нұсқа. Бұл адамдар аңғарымпаз, асқан дәлдікті қажет етеді. Олар тиыннан теңге құрап, шағын бюджетті де өз ресурстарына да дұрыс жұмсайды. Бұл адамдардың ұраны үнемдеген үйдей бәледен құтылады. Тұлғаның кері жағы ол әлемінде қалмай, одан да үлкен мүмкіндіктері пайдалануы керек. Олардың әр нәрсеге барынша сақтықпен қарауы жеңіске жетуді тежейді. Оларға тәуекелге баруды үйрену керек.